Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен еттен жасалынатын пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Оны әр қалада әртүрлі атайды. Мысалы, Орал қаласында бөрек деп атаса, кей қалаларда ксенан деп атайды. Құрамы өте оңай, үйдегі бар құрамдарды осылай өзгеше қылып ұсынсаңыздар болады. Құрамына ет, құйрық май және бір данадан пияз, картоп және кішкене ғана сәбіз қостым. Дәміне қарай тұз, бұрышын саласыздар. Барлық құрамдарды осы видеодағыдай кішкентай қылып, төрт бұрышты қылып турап шығамыз. Достар, видеомды жай ғана тамашалап отырмай, видеом пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай бәрін турап болғаннан кейін араластыруға оңай болу үшін үлкен табаққа аударып алдым. Және дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Аштыққа қосылған қамыр толықтай құрамдарын описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Қамырымды ең алдымен екіге бөліп аламын. Содан соң қалыңдығын өте жұқа етпей, осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Қалыңдығы шамамен 5-7 сантиметрдей болуы керек. Екі қамырымды да осылай бірдей қылып жазып алдым. Енді бір қамырымды табаға жайып, үстіне салмасын саламын. Екінші нанымызбен бетін жауып, осылай айналасын жауып шығамыз. Дайын болған пирогымыздың бетіне жұмыртқаны щетканың көмегімен осылай жағамын. Егер де сіздерде щетка болмаса, қолмен жақсаңыздар да болады. Мен осы аралықта пешімді 220 градусқа қыздырып қойдым. Бетіне өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. 220 градуста 40 минут шамасында пісіріп алдым. Пирогымыз дайын болды. Қамыры деген жұмсақ, дәмі деген өте дәмді. Әрбір қыз келіншектің үйіндегі бар құрамдардан дайындалады.